Достар, арнамызға жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Арнамыздың жазылушыларының санын 100 мыңға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Қазақ тілді контенттің дамуына қосқан үлесіңіз болсын. Әлемдегі ең әдемі құс деген атауға ие болған тауыс, яғни павлинді түркістандықтар қолда өсіруде. Түркістан облысына қарасты Отырар ауданындағы Шәуілдір ауылының тұрғыны Жанұзақ Ерімбетов еліміз үшін таңсық тауыс құсын табыс табу үшін емес, хобби ретінде өсіреді. Кәсіпкердің ауласын мини-зоопарк деуге болады. Мұнда қырғауыл, түйеқұс, тауық, тауыс құстары ен жайлап жүр. Жер сілкінісін жылдам сезетін құс ретінде ерекшеленетін тауыс Түркістан топырағын жатсынбаған. Бекзада құстың үнділік түрін өсіруде. Жұмыртқасы 5 мың теңге тұрады. 10 күндік балапаны 10 мың теңгеге бағаланады. Кербез сән құсы жұптап сатылады. Жұбы 150 мың теңге тұрады. Күнбағыс құс саналатын бекзада құс бір маусымда 50-60 дана жұмыртқалайды екен. Ересек тауыс құстың салмағы 5 келіге дейін жетеді. Құйрығының әсемдігі мен қауырсынның әдемілігінің арқасында тауыс құс сұлулықтың эталоны ретінде танылды. Ең алғаш тіршілік ету ортасы Оңтүстік Азия болған тауыс құс бүгінде Бангладеште, Пәкістанда, Үндістанда көп кездеседі. Енді олардың қатарына Қазақстан да қосылды. Құстар шамамен 20 жыл өмір сүреді. Құйрығының ұзындығы 1,5-2 метрге дейін жетеді. Тауыстың құйрығы сөйлесу құралы десе де болады. Ол ультрадыбыстық толқындар таратады. Олардың жиілігі 20 герцтан аз. Тауыс құсының етінен жасалған тағам деликатес болып саналады. Атақты мейрамханалар аталған еттен керемет дәмді ас дайындайды. Тибетте тауыстың еті көптеген ауруға ем, иммунитетті көтереді деп санайды. Тауыстың жұмыртқасы да сұраныс мол. Оның көптеген емдік қасиеті бар. Әсіресе аяғы ауыр әйелдерге өте пайдалы дейді дәрігерлер. Бүгінде Отырар ауданының орталығындағы Шәуілдір ауылындағы кәсіпкердің үйіне әсем құстарды тамашалауға келетіндердің қатары көп. Кәсіпкер алдағы уақытта тауыстың санын көбейтуді жоспарлап отыр. Жергілікті билік кәсіпкердің әлеуетін бағалап, алдағы уақытта аудан орталығынан зообақ ашса да болғандай. Өйткені балалар қызыға тамашалайтын сұлу құстардың барлығы да бар.